бағалау парақшасын таратып кетейін. Ортамыздан топ басшысы сайлап алайық. Екінші топтың топ басшысы Ақмаржан болсын, иә? Топ басшысы. Ақмаржан, сен былай істейсің, мына жерде өзіңнің топ мүшелерін аты жөнін бересің. Одан кейін режимісін қалай орындады, жаңа қалай аяқсан өтті. Аудандары, бала, бүгінгі тақырыптың аты төртбұрыштар, үшбұрыштардың аудандары деген жалпы тақырыптардың аты. Енді соның ішінде полиграмм ромбтың аудандарының формулаларын қорытып шығару бүгінгі күннің мақсаты, бүгінгі сабақтың мақсаты полиграммның ромбының ауданының формулаларын қорытып шығару және қолдану дейді. Және екінші мақсатымыз үшбұрыштың ауданының формулаларын қорытып шығару және полиграммның ауданы және үшбұрыштың ауданы суретін саласына одан кейін формуласын жазасыздар. Одан кейін не істейсіздер? Дәлелдейсіздер. Одан кейін не істейсіздер? Қандай болады? Нәрсемен байланыстырасыздар. Жақсы басталып болады. Мәтінді оқиық, бірінші мәтінді оқып шығамыз болады. Қандай не берілген еді? Параллелограмм мен ромбының аудандары берілген. Бірінші параллелограмм дегеніміз не? Параллелограмм дегеніміз қарама-қарсы қабырғалары параллель болып келетін төртбұрышты параллелограмм дейміз. Жақсы. Параллелограммның ауданы оның қабырғасымен сол қабырғаға түсірілген биіктіктің көбейтіндісіне тең болады. Қай биіктік? AH биіктік, иә? Сол қабырғасы қайсы? Түсіп жатқан қабырғасы? DC қабырғасына түсіріліп жатқан биіктіктің көбейтіндісіне тең, иә? Жақсы. Енді önce söylей беремін бе басқамыздан айтайық? Ромбтың ауданын параллелограммның ауданын формуласымен табуға болады. Дұрыс. Тағы да? Ромб дегеніміз барлық қабырғалары тең болатын параллелограммды ромб деп атайды. Қараудан sonra бірінші топ қараудан.